Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз English Plus 5-ші сынып 31-ші беттегі тақырыпты өтетін боламыз. Тақырып бізде there is, there are және prepositions of place. Exercise number 1, бірінші жаттығуды 26-ші беттегі 5-ші тапсырма қарап орында деген. Бұл жерде is there a cinema? Is'ді қоямыз. Are there any cafes and restaurants? Аны қоямыз. Ал үшіншісіне how many shops are there? Екінші жаттығу exercise number 2, choose the correct words, дұрыс сөзді таңда, одан кейін қысқа жауап бер деген. Біріншісінде біз is болады. Is there a bus from your school to your house? Yes, there is деп жауап береміз. Екінші, is there a shopping center in your town? Yes, there is. Үшінші, are there any famous people at your school? No, they aren't. Төртінші, how many teachers are there at your school? There are 25. Is there a park near your house? No, there isn't. Is there a cafe in your school? No, there isn't. Is there a pet shop? No, there isn't. How many game shops are there in your town? There are 2. Келесі жаттығу оқушылар тыңдалым тапсырмасы, тыңдап, түсіп қалған сөзді жазып шығайық. Exercise 3. I like your town. There are some nice shops here in the town centre. Yes, and there's a good shopping centre near the bus station. How many cinemas are there? There are 2 cinemas. Is there a computer shop near here? No, there isn't. It's in the shopping centre. Are there any good cafes? Yes, there are. My favourite is here. Келесі бізде 4-ші жаттығу prepositions of place, яғни заттардың қай жерде тұрғанын немесе адамның қай жерде тұрғанын біз айтқан кезде қолданылатын сөздер. Суретке қарап сәйкестендіріп қойып шығайық. Бірінші бізде in ішінде, екінші on үстінде, үшінші under астында, next to қасында, бесінші opposite қарама қарсы, алтыншы near жанында. Келесі 4-ші жаттығудың жалғасы, бұл жерде сөйлемді толықтырып жазуымыз қажет. Яғни суретке қарап. Бірінші, there are 6 balls in the shop. Дүкеннің ішінде, яғни 6 ball, яғни доп бар. Келесі екінші, there are 2 boys near the desk. Бұл жерде 2 бала, яғни desk деген бізде партаның жанында тұр деген. Келесі үшінші, there are some bags opposite the shoes. Ол жерде бірнеше сөмкелер бар, аяқ киімге қарама-қарсы тұрған. There are some balls under the bags. Яғни ол жерде доптар ненің астында тұр, сөмкелердің астында тұр деген. There are some t-shirt next to the shoes. Яғни аяқ киімдердің қасында не бар дейді? T-shirt деген бізде футболкалар бар дейді. Келесі соңғы, there is a bag on the desk. Яғни партаның үстінде сөмке бар. Келесі соңғы бізде 5-ші жаттығу plan a small shopping center деген, яғни кішігірім өзіңнің shopping center, яғни сауда орталығының планын құр деген. Одан кейін өзіңнің сүйікті 6 shops, яғни дүкеннің атын жаз деген, және де жұп болып жұмыс жасап сұрақ қойып жауап бер деген мысал келтірген. Астында is there a clothes shop деген, онда киім дүкені бар ма деген. Yes, there is, it's opposite the newsagents дейді. Осылай өзіміздің сөйлемімізді құрап жазып көрейік. Is there a pet shop? Yes, there is. It is near the clothes shop. Is there a shoes shop? Yes, there is. It's opposite the computer shop. Is there a game shop? No, it isn't.